Бүгінгі сабақта синус x көбейту синус y тең а, косинус x көбейтілген косинус y тең b, немесе синус x косинус y тең а, косинус x көбейтілген синус y тең b түріндегі теңдеулер жүйесін шешумен танысамыз. Бұл теңдеулер жүйесін шешу үшін бірінші жүйедегі бірінші теңдеуді екінші теңдеуге мүшелеп қосып және мүшелеп азайту әдісін қолданамыз. Сонда не пайда болады? Егерде теңдеудегі жүйедегі бір теңдеуді екінші теңдеуге қоссақ, бізде мынандай пайда болар еді. Косинус x косинус y плюс синус x синус y тең а қосу болар еді. Косинус x косинус y синус x синус y. Азайтатын болсақ мүшелеп, сонда косинус x косинус y минус синус x синус y тең b минус а болар еді. Себебі біз екіншісінен біріншісін азайтып жатырмыз. Сонда косинус x косинус y плюс синус x синус y деген косинустың қосу формуласы болады. Ол былай жазылады. Арасында екі өрнектің қосу болса, біз x минус y дейтінбіз тең а плюс b. Ал арасында минус болса, оны біз косинус x плюс y тең b минус а дейтінбіз. Осыдан x минус y-ті, x плюс y-ті анықтап алып, ары қарай теңдеулерді шешетінбіз. Тура сол сияқты, мына екінші жүйені де мүшелеп қосып, азайтып жіберетін болсақ, мынандай теңдеу шығар еді. Мүшелеп қосатын болсақ, синус x плюс y тең а қосу болар еді. Мүшелеп азайтатын болсақ, синус x минус y тең а минус b болар еді. Осы теңдеуден x плюс y-ті және x минус y-ті анықтап алып, ары қарай x пен y-тің өздерінің мәндерін табуға болатын еді. Енді осы әдіспен шешуге мысалдар келтірейік. Мысалы, синус x көбейтілген косинус y тең минус 0,5, синус y көбейтілген синус x тең 0,5. Егер мүшелеп қосатын болсақ, жүйедегі бірінші теңдеуді екінші теңдеуге, онда былай болар еді. Синус x косинус y қосу синус y косинус x тең. Теңдіктің сол жағындағы өрнекті сол жағындағы өрнекке, оң жағындағына қоссақ, минус 0,5-ті плюс 0,5-ке қоссақ 0 болар еді. Енді азайтқан кезде синус x косинус y минус синус y косинус x тең. Минустың таңбасына жерге минус болып келер еді, екі сан қосылып, бізге минус 1-ге тең болар еді. Енді жүйедегі бірінші теңдеуге қарасақ, синус x косинус y плюс синус y косинус x деген синус x плюс y-тің формуласын береді. Ал бөліміндегі тұрған минус, ол бізге синус x минус y-ті береді. Тең минус 1 дейік. Енді осы жерден x плюс y-ті анықтап алуға болады. X плюс y тең болады. Синустың 0 болатын мәндері pn дейміз. n зачиннан. Ал x минус y-іміз синустың минус 1 болатын мәндері минус пи бөлінген 2 плюс 2 пи к дейік. Мұндағы к зачиннан алынған минус пи бөлінген 2 дедіге, минус 1 болғанда минус пи бөлінген 2, одан кейін толық период қосылады. Міне, енді x-ке қатысты екі айнымалысы бар теңдеу алдық. Бұл теңдеулерді шешу үшін бірінші мүшелеп қосып жіберу әдісін пайдаланайық. Егер бірінші теңдеуге екінші теңдеуге мүшелеп қосып жіберетін болсақ, x пен x қосылады да 2x болады. Ал плюс y пен минус y қосылып 0 болады. Тең таңбасының өзін жазамыз. Pn қосылған минус пи бөлінген 2 плюс 2 пк болады. Минус пи бөлінген 2-ні бірінші жазайын. Плюс біз мүшелеп қосып жатырмыз. Ендеше Pn плюс 2 пк дейік. Мұндағы n-да, k-да бүтін сандар жиыннан алынған. Енді x-ің мәнін анықтау үшін көбейту 2 болғандықтан теңдіктің екінші жағындағы өрнектің бәрін 2-ге бөліп жібереміз. Сонда x мынандай болады. Минус пи бөлінген 4, бөлшектің бөліміне жазылады. 2-міз көбейтіліп, сонда pn-ді 2-ге бөлім, сонда pn бөлінген 2 болады. 2 пиканы 2-ге бөлсек, пк болады екен. Мұндағы n-да, k-да
z-чиннен алынған. Міне біз x айнымалының мәнін тауып алдық. Екінші мүшелеп азайтамыз. Мүшелеп азайтсақ, x-тен x-ті азайтсақ 0 болады, y-тен минус y-ті азайтсақ 2y болады. Себебі минус пен минус плюсті береді бізге. Pn минус, яғни азайтып жатырмыз, сондықтан мына минус плюс болады. Пи бөлінген 2 минус 2πk болады. 2πk. Бұндағы k-да енді z-чиннен алынған. Енді біз көбейту 2-ні теңдіктің екінші жағына бөлу 2-мен шығарып жіберейік, және пи бөлінген 2-ні бірінші жазайық. Сонда y тең пи бөлінген 4 болады, плюс pn бөлінген 2 болады, минус pk болады. Себебі 2-мен бөлінген 2 қысқарып кетеді. Сонда n мен k z-чиннен алынған. Сонда жауабы десек, егер жауабын жазсақ, x-тің мәні осы анықталған сандар болады. Минус пи бөлінген 4 плюс pn бөлінген 2 плюс pk, ал y-тің мәні пи бөлінген 4 плюс pn бөлінген 2 минус pk сандар болады. Сонымен жауабын жазып қойық. x тең минус пи бөлінген 4 плюс pn бөлінген 2 плюс pk. Бұндағы k-да n-да z-чиннен алынған, ал y-тің мәні пи бөлінген 4 плюс pn бөлінген 2 минус pk. Бұндағы k-да n-да z-чиннен алынған дейміз.